Тағы да бір рет қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Маған көп сұрақтар келіп жатыр, мына сетевой маркетингді түпкі мағынасын түсінбейтін адамдар бар екен. Соларға бір қысқаша айтып өтіп кетейін деп жатырмын. Вообще сетевой маркетинг деген кезде көп адамның түсінігі бір жерден бір компаниядан зат алып оны сату керек дейді. Негізінде олай емес. Сет интернет, маркетинг, сауда. Яғни интернет арқылы сауда. Яғни сіз өзіңізге сет магазин құра бастайсыз. Мысалы, компанияның условиясы бойынша былай айтады. Қаласаңыз, өзіңіз товар алыңыз да просто так для себя қолдана беріңіз дейді. Сізге мәжбүрлік жоқ бұл жерде жұмыс жасау керек деген сияқты. Или болмаса екінші вариант, сіз қолданыңыз ол өнімді тура өзіңіз сияқты қолданатын адамдарды командаңызға жинасаңыз, маркетинг план, бизнес план бойынша сіз уже ақша таба аласыз дейді. Түсініп отырсыз ба? Яғни өзіңіз сияқты адамдарды командаңызға жинай отырып, сіз сет құрасыз. Яғни сет магазин құрасыз былайша айтқанда. Көрдіңіз ба? Вот это сетевой. Яғни сіз компаниямен тікелей прямой байланыста боласыз, сапалы, качественный заттарды қолданып отырасыз. Дәл осылай егер сетевой маркетинг түсінсеңіз, сіз ешқашан өкінбейсіз былай.